Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге 99 каналы. Бүгінгі сабақ тақырыбы қоректік орталарға себу тәсілдері мен техникасы, инкубация. Жалпы микроорганизмдерді себуді науқастан алынған зерттелетін материалдан қосырғышты бөліп алу мақсатында және таза өсірінді алып, оны әрі қарай зерттеп, идентификациялау мақсатында жүргізеді. Сұйық және тығыз қоректік орталарға себу технологиясының өзіндік ерекшеліктері бар. Тампон арқылы себу. Жалпы бұл кезде табақшаны бір қолмен ашып, тампонды табақша жиек жанындағы агар бетіне тигізіп, табақшаның бір жағынан екінші жағына қарай біртіндеп айналдыра отырып, қоректік ортаны зақымдамай, абайлап бетіне жағып, штрих түрінде себуді бастайды. Себу жүргізілгеннен кейін табақшаны 90 градусқа айналдырып, себуді алдыңғыға перпендикуляр қайталайды. Материалды қоректік ортаның қалың ортасына себу. Себу алдында материал сұйық күйде болуы керек. Стерилденіп, таңбаланған тамызғышқа 0,1, 0,5 немесе 1 мл материал жиналып, стерилденген петри табақшасына тамызылады. Бұдан кейін материал үстінен 15-20 мл ерітілген және 45-50 Цельсий градусқа дейін салқындатылған ет пептонды агар құяды. Табақшаны үстел бетіне айналмалы қозғалыстармен абайлап шайқап, ішіндегі материалды ортаға біркелкі етіп жайып араластырады. Табақшаны агар толықтай қатқанша жабық ұстап, кейін түбін жоғарыға қарай аударады. Микроорганизмдерден таза өсінділерін алу үшін материалды көптеген бактерияларды бір-бірінен бөліп алады. Ол үшін бактерияларды ажыратудың механикалық және биологиялық екі принциптеріне негізделген әдістерін қолдануға болады. Келесі осы әдістерді жеке-жеке талқылайтын боламыз. Луи Пастердің фракциялық сұйылту әдісі. Жалпы бұл фракциялық сұйылту әдісі микроорганизмдерді бөліп алудың алғашқы әдісінің бірі болды. Ол стерилденген сұйық қоректік ортада микробтары бар материалды біртіндеп сериялық сұйылту. Бұл әдіс жалпы әлі толық жетілмеген, себебі сұйылту кезінде сынауықтарға түсетін микробасушалардың санын бақылауға мүмкіндік бермейді. Келесі Кохтың қатпарлы сұйылту әдісі. Түрлі бактериялар түрлерінің қауымдастығы бар материал ерітілген және салқындатылған желатині бар бірнеше сынауықта көбейтіліп, кейінірек залалсыздандырылған шыны пластинкаға құйылады. Оларды өсіру кезінде қоректік орта қалыңдығына микроорганизмдердің оқшауланған колониялары пайда болады. Оларды таза бактерия өсінділерін алу үшін жаңа қоректік ортаға пластина ілмекшенің көмегімен ауыстыруға оңай. Келесі Дригалскийдің беттік қабатқа себу әдісі. Бұл жалпы күнделікті микробиологиялық тәжірибелерде кең қолданылатын әдіс. Алдымен петри табақшасына орта бетіне тамызғышпен немесе ілмекшемен зерттелетін материал жағылады. Онан соң металл немесе шыны штапельмен орта бетіне мұқият жаяды. Бірінші табақшада қоректік орта бетіне әдеттен бактериялардың тұтасып өскенін, екіншісінде қалың өскенін, ал үшіншісінде оқшауланған колониялардың өскенін байқаймыз. Келесі бұл беттік қабатты штрихтау әдісі. Оқшауланған колонияны алу үшін себуде тампон қолдануға және онымен зерттелетін материалға қоршау жасауға болады. Қоректік ортасы бар петри табақшасы бетін шетінен аздап ашып, оған тампонды салып, тампон мен табақшаны біртіндеп айналдыра отырып, абайлап материалды табақша бетінен сүртіп алады. Жалпы Кохтың қатпарлы біртіндеп сұйылту әдісі, Дригалскийдің штрихтап себу әдісінің маңызды артықшылықтары мынада. Олар басқа қоректік ортаға инкубацияланғанда таза өсінділерге айналатын микроорганизмдердің оқшауланған колонияларын түзеді. Келесі инкубация дегеніміз не? Инкубация бұл өсірінді белгілі бір температурада немесе өзге де бір белгілі бір жағдайда оларды белгілі бір уақыт аралығында ұстау. Жалпы инкубация термостатта немесе суық камерада, су моншасында, инкубаторда жүргізіле алады. Оның мерзімі микробтардың өсу қарқынына немесе қандай да бір реакцияның көрініс беруіне тәуелді болып келеді. Кей жағдайда себінді дозасының, орта көлемінің және тағы да басқа факторлардың ықпалы ескеріліп отырады. Микроорганизмдер өскен-өспеген анықтау үшін себінді салынған сынауықтарды өтпелі жарыққа қарай тосып қарайды.
өсіріндінің өскен-өспегенін теріс бақылау деген сынауықпен салыстырып тексереді. Назарларыңызға рахмет.